Сіз ол амалдарды жүрегіңізбен жасамай, ондай болса, сыртыңызбен жасасаңыз, онда ол ораза бос, ораза болды дегім келеді, бауырлар. Оған дәлелім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Көп адамдар бар, ораза тұтады, бірақ аш жүрген болады Алланың құзырында. Көп адамдар бар, намаз оқиды, бірақ олар жатып тұрғанның ғана сұрауын, жауабын алады дейді. Бірақ сауап жоқ оларда. Ғибадаттарының қабылы жоқ оларда. Неге? Өйткені жүректен жасалмады бұл нәрсе. Ораза, бауырлар, мына жүректен басталу керек екен. Жүректің түбінен шықпай оразада. Сіздің аштығыңыз жүректің түбінен шығу керек.